Достар, бүгін біз дроптер картасын өтетін боламыз. Жерде правиласы жазылған. Мирнада ойнау, блоктарды сындыру, қоюға болмайды. Аты дроптер ID2. Твиттері. Картаны шығарған адам. Ал мынау YouTube каналы. 10 уровень, бірінші уровень, бірінші уровень пустыня. Қарап жіберейік. Айтпақшы бізге суға түсу керек. Ой, ай. Дай, қайтадан ойлау керек. Суға жақта. Дропперлер өте қиын, әсіресе телефоннан ойнағанда өте қиын. Ал компьютерде 5 минут қой. Ой. Ортасында өтетін жол бар. Мен суды көріп тұрмын. Бірақ шыға алмаймын. Ай. Дропперлер өте қиын. Өтіп көрсеңіздер, әсіресе соткіден. Менен де жақсы өте алатындар болса, онда өтіңіздер. Менің өзіме дроппер өте қиын. Бірінші уровеньде өте алмай жүрік әлі. Әлі бірінші уровеньде жатырмын. Акыт сложность қаншада тұр? Нормально тұр. Мирнада тұру керек қой. Правиласында көрдіңіздер ғой. Дропперді өтіп көріңіздер. Ссылкасын мүмкін описанияда тастармын. Айтпақшы, бұл тек 1.2.0 версиясына ғана жасайды. Одан немесе одан жоғарыларына. Ал дропперді мен арамтық берсем, арамтық емес. Бұлай өтсем не болады? Ой. Құрсыншы келесі өргенді өте ерекше әйтпесе бұл қиын. Не? Мен сондай бір кішкентай тесікке кіре алмадым ба? Ой.
birinchi urindan qaraganda oңойлоо. Ay. Narсаны толтырып алайын. Суға тиіп тұрмын. Үшінші ойын. Ой-ой. Үшінші ойын. Менің скинімді байқаған шығарсыңдар. Бұл Ассасиннің скини, өйткені менің компьютерімде Ассасин деген ойын бар, соның скини ойнады. Ай, на дропперлер өтілмейді ғой. Ой, соңына дейін келген. Ой, қалай ана шетке тиіп кеттім? Оу. Бұл дроппер өте қиын. Мына шеттен өте алмайды екен. Өтілмейтін дропперлер. Өте алмаймын мен. Өйткені мен соткада ойнап жатырмын. Компьютерде болса оп-оңай өте салар едім. Мен қазір Астанадамын. Сондықтан видеоларды көп түсіре алмай жүрмін. Және де жөтеліп ауырып қалдым. Бұл тек дропперлердің обзоры ғана. Келесіде мен өтіп көретін болам. Соңғы дропперді көрейікші. Redstone dropper. Redstone dropper өте қиын екен. Ал бүгін біз тексеріп көрген дропперлердің ең қиыны. Менің ойымша бірінші уровень. Сіздер үшін оп-оңай шығар. Маған соткадан қиын. Ал осымен бүгінгі обзорымыз аяқталды. Ссылкасын описанияда қалдыру мүмкін. Сау болыңыздар.